Сіздермен балалар, бүгін мен сіздермен 5-ші сынып қазақ тілі пәнінен сабағымды бастаймын. Бөлім көлік және жол белгілері. Сабақтың тақырыбы қоғамдық көлік атаулары. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға арналған сұрақтар құрастыру. Эссе бөлімдерін сақтай отырып, белгілі бір оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру. Шағын эссе жазу. Бағалау критерийлері. Негізгі ақпараттарды сақтай отырып, сұрақтар құрастыру. Шағын эссе жазу. Дескриптор. Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Сұрақтар құрастыру жолдарын үйренеді. Эссе құрылымын сақтайды. Сабақтың алдында мына жұмбақты жасырамын. Шешімін тауып көріңіздер. Жүйткіген дәу күйінде, жүйріктеп ел сүйсінді. Тас жолда жұртты тасып жүр, жылдамдыққа басып жүр. Қане балалар, жұмбақтың шешуін не деп ойлайсыңдар? Дұрыс таптыңыздар. Жұмбақтың жауабы автобус. Балалар, өздерің көріп отырғандай, мына қоғамдық көлік түрлерін білесіз бе? Қане, атап өтейік бірге. Автобус, троллейбус, трамвай, метро, поезд. Бұлар кірме сөздер деп аталады. Қазақ тілінің сөздік қорын молайтып тұр. Енді бірінші тапсырмамызға көшейік. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Қоғамдық көлік не үшін қажет? Суреттегі көліктердің қай түрлерін көбірек пайдаланасыздар? Өз қалаларыңда қоғамдық көліктің қай түрі жиі кездеседі? Жарайсыңдар балалар. Сұрақтың жауабын дұрыс айтты деп есептейміз. Екінші тапсырма. Мәтіннің негізгі ақпараттарын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңыздар. Мына мәтінді оқып шығайық. Қоғамдық көліктің қызметін күнделікті пайдаланамыз. Онымен жұмысқа барамыз, үйге қайтамыз. Қарапайым халықтың көпшілігі базар мен дүкен аралағанда автобустармен жүреді. Қала тұрғындарының тіршілігі автотранспортпен байланысты. Автобус, троллейбус, трамвай және метро ең көп пайдаланатын көлік түрлеріне жатады. Бұдан өзге аспан әлемін шарлайтын ұшақ, көк теңізде еркін қалқитын кеме, жер жүзін тіліп өтетін пойызда адамзатқа қызмет етеді. Балалар, бұл мәтін бойынша дұрыс сұрақ құрастырды деп есептеймін. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамызға көшейік. Сын есімді пайдаланып, шағын эссе жазуымыз қажет. Тақырыбы қоғамдық көлікте оқушы өзін қалай ұстауы қажет? Бағалау критерийлері. Эссе құрылымын сақтау, тыныс белгі ережелерін ұстану, сөз саны 30-35 болу қажет. Үйге тапсырмаламыз. Алматы метрополитені туралы қорытынды мәтін жазу. Бүгінгі сабақ бойынша өз-өзімізді бағалап көрейік. Сиқырлы сызғыш әдісі арқылы қай деңгейде тұрғанымызды бақылайық. Төменгі деңгей, орта деңгей, жоғары деңгей,
өте жоғары деңгей. Жарайсыңдар балалар. Барлықтарың да өздеріңізді өте жоғары деңгейде бағаладыңыздар деп ойлаймын. Сабағымыздың соңында мына кері байланысты жүргізіп өтейін. Көріп отырған суреттің қайсысын таңдадыңыз? Жарайсыңдар балалар. Барлықтарыңыз алманы таңдады деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, қош сау болыңыздар.